Сәлеметсіздер ме, шебер ханымдар? Менің бүгін сіздерге үйрететін аяқ киім түрі осындай домашний тапочканың, яғни Микки Маус домашний тапочканың тоқылуын көрсететін боламын. Мінекей, мен қызына осындай детскийін тоқыдым тапсырыс бойынша. Енді анасына осылай бір парын бітірдім. Енді екінші парын тоқитын боламыз. Бізге ол үшін осындай домашний тапочканың табаны, менде табаны резиновый, 39 размер, яғни 42-43-ті алдым, малам еркі жүретін болған соң. Және де бізге осындай 3 түрлі түстегі иран жіп қажет болады: қызыл, қара және ақ. Және бізде крючок домашний тапочка тоқу үшін осы жуан жағымен аламыз. Және де осындай тоқыманың өзінің инесі және қайшы. Содан кейін маркер қажет болады. Ал енді біз осы Микки Маус аяқ киімді тоқып бастайтын боламыз. Мінекей, детскийде ешқандай өзгеріссіз, тура осы үлкенді ұқсап тоқылады. Тек қана бас жағында ғана 3 узордан бастайтын боламыз бұны. Ал үлкендердің аяқ киімінде мына бас жағында 5 узордан бастаймыз. Мінекей, бастау үшін мына жерден қай аяқтан бастағанын біліп аламыз. Алдыңғы бірінші парынан 12-сінен бастаған екенбіз. Яғни былайырақ ала береміз, себебі қарадан тағы да 2-3 қатар түсіретін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Яғни мына жерден бастап тоқитын боламыз. Бірінші қызыл жіпті аламыз. Және де мына біздің әр петлядан 2 столбик без накидадан өткізіп тоқып аламыз. 1, 2, келесісінен тағы да 1, дәл сол петлядан екінші столбик без накида аламыз. 2, тағы келесі петлядан тағы да 2 столбик без накида аламыз. Мына жіпті арасына қосып отырып тоқып кетеміз. Осы 3-ші петлядан кейін мен оны қайшымен қысқартып кесіп тастайтын боламыз. Бірінші қатарда сәл алыну қиын болады, одан кейінгі қатарлар оңай болады. Мінекей, енді арасына қосып тоқып келе жатқан жіпті осылай қырқып тастаймыз. Ары қарай жалғастырып тоқып кетеміз. Әр петлядан 2 столбик без накида тоқитын боламыз. Мен бұл жол бамбук табан емес, осындай табаны резина, яғни сыртқа да киіп кете беретін өте шыдамды осындай резиновый табанды таңдадым. Бұл Микки Маус аяқ киім сыйлыққа өте әдемі. Мен бесік тойға, яғни бесік апара жатқан анасы мен және кішкентай қызына тоқытып жатыр, тапсырыс беріп. Мінекей, енді ешқандай өзгеріссіз мына жерден бастаған жеріміздің қарама-қарсы бетіне дейін 2 столбик без накидадан тоқып шығатын боламыз. Мінекей, ханымдар, қарама-қарсы бетке дейін тоқып келдік. Оның түзу екенін тексеру үшін мінекей осылай жібімізбен тексеріп аламыз. Енді екінші қатарды тоқып бастау үшін бір воздушный петля көтереміз. Және де әр көзден столбик с одним накидом алатын боламыз. Ешқандай несіз
Қысқартусыз ешқандай көзді тастамай, әр көзден бір столбик с одним накидом аламыз. Әр көзден осылай столбик с одним накидом алып шығамыз. Ешқандай қалдырмаймыз және мына келесі бетке дейін айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей ханымдар, біз осылай екінші қатарды столбик с одним накидомен тоқып болдық. Енді үшінші қатарды бастаймыз. Ол үшін бір воздушный петля көтереміз. Және де мына әр көзінен столбик без накида тоқып шығамыз. Жай ғана столбик без накида тоқимыз. Ешқандай көзін қалдырмаймыз. Осылай столбик без накида тоқып шығатын боламыз. Дәл осылай қарама-қарсы бетке дейін тоқып шығасыздар. Бұл бізде үшінші қатар, яғни соңғы қатарымыз. Осыдан кейін біз бетін тоқып бастаймыз. Мінекей, дәл осылай өзгеріссіз мына жерге дейін тоқып келесіздер. Әр көзден, ешқандай көзді қалдырмаймыз. Мінекей ханымдар, осылай үшінші қатарды, яғни столбик без накиданды осы жерге дейін тоқып келдік. Енді біз осы жерден осы үшінші қатар бітіретін боламыз. Яғни мына жіпті осылай бері қарай үлкендеу етіп тартып аламыз және осының ортасынан мына мотокты өткізіп осылай түйіндеп бітіреміз. Жер астында. Мінекей және де осылай қырқып аламыз қашымен. Және оны жасыру үшін осылай астынан төменге қарай өткіземіз. Осылай төменге қарай өткізіп, мына астынан арлы-бері өткізіп, осы жіпті жасырып кетеміз, Енді мына бетіне өткіземіз. Бұны 4-5 мәрте қайталаймыз. Осылай мына бетіне осылай өткізетін боламыз. Бетіне және бері қарай. Енді мына жіпті осы жерден қысқартып тастаймыз. Мінекей біз домашний тапочканың основасын, яғни несін тоқып алдық, төменгі жағын. Енді біз бетін тоқитын боламыз. Бетін тоқу үшін біз жобалап осылай домашний тапочкасының ортасын тауып аламыз. Мінекей мен көз жобамен ортасы осы болып тұрса, менің көз жобаммен ортасы осы болып тұр. Осы ортасынан былай қарай 1, 2, 3, 4, 5 көз санап, 6-шысынан бастаймыз. Мінекей 6-шысы. 6-шысынан осылай жіпті іліп аламыз.
осылай жіп артылдырып алып қаламыз. Оны мына жаққа қосып тоқып жібереміз. Бір воздушный петля көтеріп аламыз. Және де накид жасаймыз. Енді алған көзіміз тұр, содан кейін бір көз тастап, келесі екінші көзден столбик с одним накидом тоқимыз. Тағы да накид жасап, тура осы алған көзімізден екінші столбик с одним накидом жасаймыз. Міне сонда бір көзден екі столбик с одним накидом алдық. Енді тағы да накид жасаймыз, бір көз тастап, келесі екінші көзден дәл осылай қайталаймыз, яғни столбик с одним накидом бір көзден екеу аламыз. Мінекей бізде екі гүл шықты. Тағы да мына бір көз тастап, екіншісінен екі столбик с одним накидом аламыз. Яғни осылай үшінші гүліміз шықты. Және тағы да накид алып, бір көз тастап, екіншісінен тағы да аламыз. Столбик с одним накидом екеу аламыз. Бізде төртінші гүліміз. Енді осыдан кейін бір гүл жасаймыз. Накид жасаймыз. Бір көз тастап, екіншісінен аламыз. Біреу. Тағы да накид жасап, дәл тура сол көзден аламыз. Міне осылай бізде 5 гүл шықты. 1, 2, 3, 4, 5. Енді бір көз тастап, келесі көзден осылай бітіреміз соединительный петлямен. Және де мына шығып тұрған арасына қосып тоқып келе жатқан жіпті қырқып тастаймыз. Және де мынау соединительный петлямен бітірген жерін біз міндетті түрде маркермен қыстырамыз. Негізі түйіп тоқуға да болады, бірақ мен өзім түйіп тоқымаймын, себебі жаңадан тоқып жүрген ханымдар болса, шатасып кетсеңіз, өзіңізге сөгуге оңай болады. Осылай маркермен тоқып үйреніңіздер. Мінекей 5 гүл болды. Енді екінші қатарын бастаймыз. Мына жіпті мына бетіне алып өтеміз. Мінекей 1, 2 көз тастап, үшіншісінен жіпті іліп аламыз. Және де бір воздушный петля накид жасаймыз. Мына жіпті сәл бостау аламыз. Мынамен бірдей болу керек, бұл қатты тартылып қалмау керек. Накид жасаймыз. Мына гүліміздің жанынан аламыз. Осы жанынан 2 столбик с одним накидом. Тағы да накид жасаймыз. Енді гүлдің ортасынан, екі гүлдің ортасынан алып отыратын боламыз. Біз бірінші қатарда 5 гүл тоқсақ, екінші қатарда сол гүліміз 6 гүл болып көбейеді. Үшінші қатарда 7 гүл болады. Солай әр қатарда бір-бір гүлден қосылып отыратын болады. Осылай гүлдердің арасынан тоқитын боласыздар. Тоқып аласыздар осылай. Төрт гүл болды. 5-ші гүлді мына жерден аламыз. 5 гүл. Енді 6-ші гүлді мына соңғы 5-ші гүлдің жанынан алатын боламыз. Бірінші столбик с одним накидом. Екінші столбикті алғанда соңғы мінекей бір рет іліп аламыз. Осылай. Және де мына маркердегі жіпті осы кезде міндетті түрде тоқып кететін боламыз. Алып аламыз маркерден. Осылай үшеуінен бірге өткіземіз. Және де осы екінші қатарды бітіреміз. 1, 2 көз тастап, үшіншісінен осылай соединительный петля жасаймыз. Мінекей. Осылай екінші қатарымыз бітті. Енді үшінші, төртінші қатарларды дәл тура осылай өзгеріссіз тоқитын боламыз. Мінекей. Ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Мына аяғына дейін тоқып шығатын боламыз. 2 көз тастап, үшіншісінен бастап, 2 көз тастап, үшіншісінен бастайтын боламыз. Бізде мынада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қатар осылай бетін қызыл жіппен тоқып алған екенбіз. Ал енді ары қарай өз еріктеріңізбен осылай 10 қатарды тоқып шығыңыздар.
мінекей осылай 10 қатар бетін тоқыдық. Және 10-шы қатарды осылай түйіндеп бітіріп, және қызыл жіпті кесіп тастайтын боламыз. Және де бұл кескен қызыл жібімізді осылай арасына кіргізіп жасырамыз. Ал мінекей енді біз жанындағы қараны тоқып бастайтын боламыз. Бұны тоқу үшін иран жіпті, қара жіпті бір қабаттап аламыз. Және де мынау біздің бастаған жеріміз бар емес пе, содан кейінгі көзден бастайтын боламыз. Жер туры. Осылай бір воздушный петля іліп аламыз. Накид жасаймыз. Мынау көзден осылай кіргізіп аламыз. Үшеу болды. Енді тағы да накид жасаймыз. Мына келесі көзден осылай өткізіп аламыз. Мінекей крючокта 5 жіп болды. Енді бұны үшеуінен бір өткіземіз. Мінекей енді осы бір қабатты иран жіптен мына қарасын тоқып бастайтын боламыз. Мына жанындағы қараны. Мен мына жерде аран ұясы деген узормен тоқығамын. Негізі бұл узор тоқи алмасаңыздар, мына кәдімгі столбик без накидамен 4-5 қатар жүргізіп шықсаңыздар болады. Мына узорға қарағанда мына столбик без накидамен тоқыған әдемі шыққан. Мен бірінші парын осылай бастап қойғаннан кейін, екінші парында осылай тоқитын болам. Мінекей бір воздушный петля іліп алдық. Енді накид аламыз. Мінекей толық бітірмейміз, осылай ораймыз. Тағы накид аламыз. Келесі көзден осылай ораймыз. Біздің крючокта осылай 5 жіп болды. Осы 5 жіптің бастапқы үшеуінен бір өткіздік. Енді соңғы екеуінен бір өткіземіз. Тағы да накид аламыз. Соңғы алған жерімізден бір алып шығарамыз. Тағы накид алып, келесі көзден алып шығарамыз. Енді бастапқы үшеуінен бір өткіземіз. Келесінен бір өткіземіз. Накид аламыз. Мына жерден іліп аламыз. Толық бітірмейміз. Крючокта 3 жіп болады. Тағы да накид алып, келесі көзден осылай іліп аламыз. Крючокта осылай 5 жіп болады. Үшеуіне іліп алып, тағы да соңғы екеуіне ілеміз. Мінекей осындай 3 бұрыш сияқты, яғни араның ұясына ұқсайтын узор пайда болады. Осылай бір өткіземіз. Қалған екі жіпті бір өткіземіз. Накид аламыз, алдыңғы алған жерден бір аламыз. Келесі көзден тағы да бір аламыз. Бітірмейміз. Енді крючокта 5 жіп, осын үшеуінен бір, екеуінен бір өткіземіз. Накид аламыз. Осы көзден біреу аламыз. Келесі көзден накид аламыз. Келесі көзден тағы бір осылай іліп аламыз. Үшеуінен бір, екеуінен бір өткіземіз. Накид аламыз. Мына көзден іліп аламыз. Накид алып, келесі көзінен іліп аламыз. Осылай үшеуінен бір, екеуінен бір өткізетін боламыз. Мінекей осындай узор шығады. Осылай соңына дейін тоқып шығатын боламыз бір қатар. Осы бір қатардан кейін біз келесі қатарға өтпес бұрын мына ақ желбезекті тоқып кететін боламыз. Мінекей бір, келесі көзден осылай бір орап аламыз. Үшеуінен бір, екеуінен бір өткіземіз. Накид жасаймыз. Осылай бір, келесі көзден тағы да бір.
үшеуінен бір, екеуінен бір өткіземіз. Және мына арасына қосып тоқып келе жатқан қара жібімізді кесіп тастаймыз. Кейін накид жасаймыз. Мына алдыңғы алған жерден біреу аламыз. Накид жасап, келесі көзден тағы біреу аламыз. Үшеуінен бір, екеуінен бір өткіземіз. Накид жасаймыз, осы соңғысынан біреу. Накид жасап, келесі көзден біреу. Үшеуінен бір, екеуінен бір өткіземіз. Накид жасап, тағы аламыз. Келесіден тағы да аламыз. Осылай, осы қатардың соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Егер сіздерге бұл қиын болса, кәдімгі столбик без накида тоқып шықсаңыздар болады. Мінекей осылай бірінші қатарын қарамен тоқып келдік. Енді шетінен бітіретін боламыз. Міне мынау ашық тұрған петля бар емес пе? Соған осылай соединительный петля жасаймыз да. Оны міндетті түрде маркермен осылай белгілеп кетеміз. Және енді біз осы кезде мына ақ желбезегін тоқып алатын боламыз. Мінекей осылай тоқылды. Енді біз ақ жіпті осылай желбезегін тоқу үшін бір қабаттап ақ иран жіпті аламыз. Мінекей. Және мына басынан бастап, яғни мына қара мен ақ біріккен жер бар ғой. Қара мен қызыл біріккен жер. Мына шетінен бастап осылай іліп алып шығарамыз. Мінекей осылай ақ жіпті іліп алып шығардық. Ішіндегісін тартып тұрып, мінекей әр көзінен кіргізіп, осылай жасап шығамыз. Әр көзінен осылай кіргізіп, мінекей. Яғни соединительный петлямен осылай өрім жасап шығатын боламыз. Өрілген ұқсап. Осы қызыл мен қараның біріккен жері бар ғой, біріккен қатардан әр көзден осылай алып шығамыз. Ешқайсысын қалдырып кетпейміз. Мінекей. Осылай осы қатардың соңына дейін осылай алып шығатын боламыз. Мінекей осылай біркелкі ақ жіппен осылай алып шығамыз. Осылай алып шығамыз. Мінекей осылай соңына дейін алып келдік. Және осы жерден қашымен жібімізді қырқып, ақ жіппен осылай түйіндеп бітіріп алатын боламыз. Арасына кіргізіп жасырамыз. Енді бізде келесі қатарда мына әр қайсысынан
әр көзден ақтан, яғни ақты былай алғанда мінекей былайынан алып, осының әр қайсысынан 3 столбик с одним накидом тоқып шығатын боламыз. Мінекей қыздар, осылай ақ жіппен жүргізіп болғаннан кейін мына шетінен бастап, мінекей бір қабатты ақ жіпті алып, мынау ең бірінші тұрған іліп алғанымыздан мінекей біріншісінен мінекей қыздар, мына осылай ақ жіппен осылай жүргізіп шығамыз бір қатар, мына біріккен жерін осылай соединительный петлямен. Енді біз мына желбезегін тоқып бастау үшін тағы да осылай бір қабатты ақ жіпті алып, мына шетінен бастап оң жақ бетінен мыналардың бәрін қазір қырқып тастайтын боламыз, ішіне жасырып. Мінекей мына бірінші тұрғанынан осы бірінші тұрғанынан 3 воздушный петля көтеріп аламыз. 1, 2, 3. Енді дәл тура осыны көзден столбик с одним накидом тоқимыз. Енді әр осыны алған біздің көздеріміз тұр, осылай тоқимыз дедім ғой, мінекей. Осылардан әр қайсысынан 2 столбик с одним накидом алып тоқып шығатын боламыз қатардың соңына дейін. Мінекей, мына жерден. Бір орадық. Келесі көзінен біреу. Дәл тура сол көзден екіншісін аламыз. Енді келесі көзден біреу. Дәл тура сол көзден екеу. Яғни әр қайсысынан 2 столбик с одним накидом алып шығатын боламыз осы қатардың аяғына дейін. Мінекей. Тағы да мына жерден осылай аламыз. Келесіден 2. Осылай қатардың соңына дейін осылай алып шығатын боламыз. Тоқып шығатын боламыз әр көзден 2 столбик с одним накидом. Мына бетке дейін өз еріктеріңізбен тоқып келесіздер, мына бұрышына дейін. Мінекей қыздар, бірінші қатарды осылай әр көзден 2 столбик с одним накидом алып шығып тоқып шықтым. Енді мінекей аяқ жағына келдік. Енді осы жерден тағы да 3 воздушный петля аламыз. Және де жұмысымызды былай қаратып, осы тоқып шыққан көздердің әр қайсысынан тағы да 2 столбик с одним накидом алып шығатын боламыз. Енді әр көзден 2 столбик аламыз с одним накидом. Мінекей, әр көзден ешқандай көзді қалдырып кетпейміз. Осылай. Әр көзден 2 столбиктан алып шығамыз. Осылай мына бетке дейін тоқып келетін боламыз. Тағы да бір көрсетіп жіберейін. Мінекей, әр көзден 2 столбик аламыз.
Осылай аяғына дейін өз еріктеріңізбен тоқып шығасыздар. Мінекей ханымдар, осылай екінші қатарында тоқып шыққаннан кейін осылай болып шықты. Енді біз мына жағын осылай ұзынырақ етіп жіп қалдырып, сосын осылай кесетін боламыз. Енді мына жіпті осылай өткізіп аламыз. Мінекей осындай өз арнайы тоқыманың инесімен өткізіп алдық. Мына желбезекті ерек-ерек болып өзі осылай бітіп тұр ғой. Осыны осылай әр жерінен көктеп тігіп шығамыз. Бүйтіп желбіріп ашылып кетпес үшін. Енді мына басынан бастаймыз. Мінекей бірінші бұл басын мына шетке кіргізіп кетеміз. Осылай шығарамыз. Осы жерден бір өткіздік, енді өткізіп мына бетіне шығарамыз. Осылай еректерін келтіріп отырып, осылай тігіп тастайтын боламыз. Біріктіреміз. Мына желбезектерді өзіміз ыңғайлап осылай қойып, осылай көктеп тігіп кете береміз. Үш жағынан алсақ әдемірек көрінеді, жабысып тұрады. Енді мына өзі. Осы шетіне келіп бітіреміз. Осылай қайта-қайта әрлі-берлі өткіземіз, сөгіліп кетпес үшін. Осы жерден қайта-қайта әрлі-берлі өткізетін боламыз. Енді осы жерден ақ жіпті түбімен кесіп алып тастаймыз. Және ішінде қалған жіптерді
байлап мінекей мына крючокпенен арасынан өткізіп енді осы үшеуін қосып осылай түбіне қырқып тастаймыз. Мына жақта да мен қызыл мен ақ жіпті қосып байлап тастаған, бұны да қырқып тастайтын боламыз. Енді ары қарай мен жаңа сіздерге бірінші қатарын көрсеттім қараның. Мен солай тағы да осылай 3 қатар қосам. Өздеріңіз 4 қатар, 5 қатар, 2 қатар қосып осылай тоқтатам десеңіздер де өз еріктеріңіз. Енді осылай қарамен 3 қатар тоқып шығатын боламыз. Ал мінекей ханымдар, осылай тоқып шықтым. Енді біз осындай құлағын тоқитын боламыз. Мінекей Микки Маустың құлағын, бір құлағын мен дайындап қойдым. Енді екінші құлағын дайындаймыз. Ол үшін бізге мынандайдан 4-еу тоқу керекті. Мына бір бетіне, яғни мен 2-3-еуін тоқып қойдым. Енді соңғы біреуін тоқып, мына екеуімен беттестіріп сіздерге көрсететін боламын. Мінекей ол үшін бір қабатталған иран жіпті аламыз. Яғни осылай қолымызға орап алып, шеңбер жасап, мінекей осылай шеңбер жасап орап аламыз. Осылай шығарып, бір воздушный. Мінекей осылай шеңбер болады. Осы шеңберден шыққаннан 2 воздушный петля іліп аламыз. Және де осы шеңберден жартылай накид, полунакид, 12 полунакид аламыз. Мінекей біреу орап аламыз, одан кейін екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Мінекей осылай 12 полунакид алып, және мынау жіпті тартып осылай ортасын қысамыз. Сол кезде жиналады, және де мінекей ең бірінші іліп алған петлямызға соединительный петля жасап бітіретін боламыз. Мінекей ең біріншісінен осылай соединительный петля жасаймыз. Бұл біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Енді екінші қатарды 2 воздушный петля көтереміз. Накид жасаймыз, және де мынау бізде 12 полунакид жасадық қой, полунакид тоқып шықтық қой. Енді осыдан әр көзінен 2 полустолбик, мінекей полустолбик тоқитын боламыз. Біреу, дәл сол көзден екінші полустолбик. Дәл осылай осы шеңберді айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей мына келесі көзден біреу, екеу, келесі көзінен біреу, екеу, әр көзден 2 полустолбик тоқимыз. Сонда бізде екінші қатарда, бірінші қатарда 12 полустолбик болса, екінші қатарда 24 полустолбик болады. Егер шатасып кетем дейтін болсаңыздар, санап отырып тоқисыздар. Енді қара түс болғаннан кейін анық көрініп тұрған жоқ. Әр көзден 2 полустолбиктан алып отырамыз.
осылай әр көзден 2 полустолбик тоқимыз. Ортасына тартып қазір түйіндейтін боламыз. Мінекей. Бұл бізде екінші қатар. Яғни Микки Маустың құлағы ушки. Мінекей. Әр көзден 2 полустолбик. Соңғысынан біреу алып, енді бастапқыда бастаған жердің біріншісінен іліп соединительный петля жасап бітіреміз. Бұл бізде екінші қатар. Енді үшінші қатарымызда тағы да 2 воздушный петля көтереміз. Бұл қатарда енді бір көзден 2 рет аламыз полустолбик. Бір көзден 2 алдық, ал келесі көзден 1 аламыз. Келесі көзден 2 аламыз. Келесі көзінен 1 аламыз. Екеуін алмастырып алып отырамыз. Бір көзден 1 аламыз, келесі көзден 2 аламыз. Бір көзден 1 аламыз, келесі көзден 2 аламыз. Осылай алмастырып отырып тоқитын боламыз. Екеу 1 алдым, енді 2 алам. Енді 1 алам келесі көзіне. Енді келесі көзден 2 алам. Келесі көзден 2 аламыз. Полустолбикпен тоқимыз толығымен осы құлағын. Келесіден 2 аламыз. Келесіден 1, келесі көзден 2. Келесіден 1, келесіден 2 аламыз. Екі алдым, келесіден 1, келесіден 2. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Екі аламыз, 1 аламыз. Келесіден 2 аламыз. Келесіден 1 аламыз. Кейін бастапқы іліп алған жерімізден бітіреміз. Негіз алдыңғыларын тоққанда осылай осы жерден бітіріп түйіндеп кетеміз. Ал енді біз екінші бетіне мен сіздерге екі құлағын, екі нені бір-біріне қалай қабаттап біріктіріп кетуді көрсетемін. Себебі бір қабатпен ғана істейтін болсақ, артын осылай түйіндеп барып қырқып тастаймыз. Егер осы бір қабатпен ғана болса, жұмсақ болып қалады, ал екеуін осылай бір-біріне беттестіріп, теріс жағы мен теріс жағын осылай беттестіреміз. Мінекей. Осылай теріс жағы мен теріс жағын беттестірдік. Енді әр көзінен өткіземіз, аяқтан өткіземіз, одан кейін келесі бетінде көзден өткізіп, столбик без накида тоқып шығамыз. Келесіне екеуінен де көзіне өткіземіз тесіктен, екеуін қабаттап отырып, әр көзінен
осылай столбик без накида тоқимыз. Екеуінен бірдей өткізіп отырамыз, қалып кетпеу керек. Сонда бұл бірігіп, осылай қатайып, біздің Микки Маусымыздың құлағы шығатын болады. Осылай столбик без накидамен біріктіріп тоқып шығатын боламыз. Сонда бізге бір аяқ киімнің бір парының Микки Маусының құлағын жасау үшін 8 осындай шеңбер тоқып аласыздар, екеуден біріктіріп, осылай қосып тоқып шығасыздар. Әр көзден бергі бетін көзін алғанда арғы бетіне бірдей біріктіріп, осылай алып, столбик без накида тоқып кете бересіздер. Осылай. Осылай столбик без накида тоқып шығамыз. Біріктіріп шығамыз, осылай. Мінекей соңғы бастаған жерімізге келіп, осы біріншісінен осылай аяқтаймыз да, сәл ұзынырақ етіп жіп қалдырамыз, себебі қазір осы жіппен құлақтарды орнатып тігетін боламыз. Яғни пластмасс инемен осы екі құлағын, мінекей, құлақтарымыз дайын біздің. Енді міне осылай жартылай шығып тұратындай етіп, екеуінің де оң жақ бетін осылай бір-біріне жақын етіп, дәл осылай қара жіппен пластмасс инемен біріктіріп, осылай арлы-берлі өткізіп, қатты бекітіп, тігіп тастайсыздар. Ал енді біз Микки Маустың екі құлағын тіксек, қазір соның бетіне осылай бантигін тоқитын боламыз. Осындай бантигін тоқимыз. Бантигін тоқу үшін осылай бір қабатталған қызыл жіпті аламыз, крючогымызды алып, осылай 23 воздушный петля іліп алатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21-де 21, 22, 23. Енді үшеу санап, төртіншісін белгілеп алып, төртіншісінен бастап, мінекей, столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Сонда бізде 21 столбик с одним накидом шығу керек.
мінекей әр көзден бір столбик с одним накидом алып, осылай 4 қатар өзгеріссіз, ешқандай қысқартусыз, көбейтусіз тоқып шығатын боламыз. Бізде бірінші қатарымыз. Бұл бізде бірінші қатар. Мінекей ханымдар, осылай 4 қатар ешқандай өзгеріссіз, қосылусыз, осылай столбик с одним накидом тоқып шықтым. Енді осы жерден бітіреміз. Қырқып. Және мынандай ұштарын кесіп тастаймыз. Мына бетінде ұшын кесіп тастаймыз. Мінекей енді осыны осылай ортасынан алып, дәл ортасын тауып алып, мінекей қызыл жіптің бір қабатымен осылай ұстап тұрып, орап тастайтын боламыз. Осылай барынша орай береміз. Мінекей осылай орап аламыз. Және де мына жіпті қырқып, барынша осылай тартып, мінекей ішкі жағынан осылай тартып аламыз. Жасырып қоямыз жіпімізді. Енді мінекей осы бетінен дәл осындай ешқандай өзгеріссіз өстіп, екі құлағын орнатып болғаннан кейін, бірінші екі құлағын орнатып аласыздар, жаңа жартысынан етіп тоқып аласыздар қара жіппен. Одан кейін дәл осылай бантикті қойып, осылай қызыл жіппенен тоқып шығасыздар. Ал ханымдар, іске сәт, сіздерге пайдалы мастер-класспен бөліссін деп ойлаймын. Егер де осы аяқ киімді тоқыған болсаңыздар, фотоотчетпен бөлісулеріңізді сұраймын. Іске сәт, сау болыңыздар.